Егер сен пелгіден асқан жаста жүрегім тынышталған шығар деп ойласан, онда бұл оқиға сені таң қалдырады. Кейде ең қауіпті сезім жастықта емес, өмірдің кешкі шағында оянады. Ал ең ауыр құпия бөтен адаммен емес, өз үйіңнің табалдырығында басталады. Менің атым Айман, жасым 55-те. 2 балам бар. Екеуі де өз тіршілігімен кеткен. Күйеуімнен ажырасқаныма 7 жыл болды. Қалада жалғыз тұрамын. Сырт көзге бәрі қалыпты. Жұмысым бар, денсаулығым жаман емес. Ел қатарлы өмір сүріп келемін. Бірақ адамның ішінде ешкім көрмейтін бос орын болады екен. Сырттан қарағанда сен күліп жүресің, ал ішінде бірдеңе үнсіз шіріп жатады. Соңғы кездері мен өзімді ерекше жалғыз сезіне бастадым. Таңертең тұрасың, үнсіздік. Кешке келесің, үнсіздік. Телефон шылдырласа, көбіне банктың хабарламасы, не балалардың қысқағана, анашым, бәрі жақсы ма дегені. Бір күні әпкем Гүлнар хабарласты. Айман, ауылға келіп қайтшы. Үй іші сағанда ауысып кетер. Өзіміз де сағынып жүрміз деді. Мен көп ойланбадым. Шынымды айтсам, маған демалыстан гөрі біреудің үйіндегі адамның иісі, шай үстіндегі әңгіме, кешкілік теледидардың дыбысы, ас үйдегі тіршілік жетіспейтін. Сөйтіп мен туған ауылға жол тарттым. Ауылға келген сәтте-ақ бір түрлі сезім қысты. Бұл жер менің балалығым, менің алғашқы арманым, алғашқы ұялуым, алғашқы сезімдерім қалған мекен. Әпкемнің үйі баяғы қалпында екен. Ауылда өрік ағашы, ескі орындық, қақпа алдындағы топырақ жол, қой қорадан келетін таныс иіс. Бәрі өзгермеген сияқты. Кек өзгерген мен. Гүлнар мені құшақтап, мәз болып қарсы алды. Үйге кіргізіп, шайын қойып, әдеттегідей сөйлеп, күліп жүр. Ал менің назарым бір сәтте есік жаққа ауып кетті. Сол кезде ол кіріп келді. Ерлан. Менің жездем. Жасы 60-тың үстіне жақындаса да, бойы тік, дауысы баяғыдай салмақты. Көз қарасы өзгермепті. Тіпті мені бұрынғыдай тік қарайтында өзгермеген екен. Ей, Айман келді ме? Қош келдім, деді ол жайғана. Қарапайым сөз. Бірақ неге екенін білмеймін. Сол бір қош келдім, жүрегімнің бір терең жеріне тиіп кетті. Мен оны жастайымнан танимын. Әпкеме үйленген кезде мен енді бой жетіп келе жатқан қыз едім. Ол кезде ол маған тек жезде емес, ішімнен үнсіз матқан, бірақ ешқашан айтуға болмайтын адам сияқты көрінетін. Әрине ол әпкемнің жары. Мен ол сезімде сол кезде-ақ көмдім деп ойлағанмын. Уақыт өтеді. Адам есейеді. Бәрі өшеді деп сенгем. Бірақ кейбір сезімдер өлмейді екен. Олар тек үнсіз жатады. Тек бір күні қайта оянады. Алғашқы күндері бәрі қалыпты болды. Мен Гүлнарға үй шаруасына көмектестім. Бау-бақшаны суардық, қамыр жайдық. Көршілер келіп, қаладағы өмір қалай деп сұрап кетті. Бірақ мен бір нәрсені сезе бастадым. Ерлан маған тым көп қарайтын, ашық емес, өте байқатпай. Бірақ әйел адамның жүрегі сезеді ғой. Кейде шай құйып тұрғанымда, кейде аулада кір жайып тұрғанымда, кейде жай ғана үнсіз отырғанымда, оның назары маған киіп өтетін. Ал мен сол назарды күтетін болып бара жаттым. Бір күні кешке жаңбыр жауды. Ауылдың жаңбыры ерекше ғой. Қаладағыдай емес. Шатырыңды ұрып, аулаңды жуып, көңілімді қопарып кетеді. Гүлнар ерте жатып қалды. Басым ауырып тұр деді. Мен ас үйде жалғыз шай ішіп отыр едім. Сол кезде Ерлан кірді. Ұйықтамадым ба деді. Ұйқым келмей тұр дедім. Ол да қарсыма отырып, үнсіз шай құйып алды. Екеуміздің арамызда ауыр тыныштық орнады. Сыртта жаңбырдың дыбысы, іште самауырдың буы, ал жүректе түсініксіз бір толқу. Қала саған жараспай қалған сияқты деді ол бір кезде. Мен жымиып, неге олай дейсіз? Ол маған ұзақ қарап отырып, көзім шаршаған деді. Осы бір сөз, ешкімнің байқамағанын ол байқап қойғандай әсер етті. Мен күліп құтылғым келді. Жас келген соң бәрі шаршайды ғой дедім.
Сонда ол басын шайқап, жоқ, бұл жас емес, бұл жалғыздық деді. Мен сол сәтте не айтарымды білмей қалдым. Өйткені ол дәл тапты. Адамға кейде біреу сенің ішіңді дауыстап айтып берсе, одан қорқынышты ештеңе жоқ. Сол кештен кейін мен өзімді өзгеше ұстай бастадым. Ерлан бар жерде абайлайтын болдым. Кейде әдейі көзіме түспеуге тырыстым. Бірақ тағдыр кейде қашқан адамды әдейі бір жерге қайта-қайта жолықтырады ғой. Бір күні Гүлнар көрші ауылдағы құдалыққа кетті. Мен үйде қалдым. Түстен кейін жарық өшіп, аулада бір сым үзіліп қалған екен. Ерлан соны жөндеп жүрді. Мен есік алдында тұрдым. Мына жерден фонарды бере салшы деді. Мен қолыма ұстатып бергенде, оның саусағы менің саусағыма тиіп кетті. Өте қысқа сәт. Бірақ денемнен тоқ жүргендей болды. Мен қолымды дереу тартып алдым. Ол да үндемеді. Бірақ сол үнсіздіктің өзінде тым көп нәрсе бар еді. Кешке таман ол қора жақтан кіріп келе жатып, «Айман» деді. Мен бұрылдым. «Біз екеуміз абай болуымыз керек» деді ол. Сол сәтте жүрегім зу ете қалды. Өйткені ол да бәрін сезіп жүрген. «Сіз не айтып тұрсыз?» дедім мен, өзімді білмегенсіп. Ол маған жақындамай-ақ алыстан тұрып, «Сен де түсініп тұрсың» деді. Мен үндемедім. Өйткені ол рас еді. Сол күннен бастап мен өзімнен қорқа бастадым. Жездеңі деген құрмет пен әйел ретінде оянған сағыныштың арасында қалу адамды іштен жек қояды екен. Мен түнде дұрыс ұйықтай алмадым. Таңертең айнаға қарасам, өзімді танымайтын болдым. Мен не істеп жүрмін? Бұл қайдан шыққан сезім? Неге дәл қазір? Неге дәл ол? Бірақ ең шын сұрақ, неге мен қарсы тұра алмай жүрмін? Өйткені ол маған жай еркек ретінде емес. Маған көптен бері ешкім бермеген нәрсені беріп жүрді. Назар, түсіну, жылы көз қарас. Әйел екенімді еске салатын үнсіз сезім. Көп әйел 50-ден асқан соң өзін енді ешкім көрмейтін адамдай сезінеді. Сырттай бәрі сені апай, тәте, әже деп сыйлағанмен, ішіңде әлде тірі әйел бар екенін ешкім елемейді. Ал біреу сенің әлде сезіне алатыныңды байқап қойса, сол өте қауіпті. Бір кеште мен ауылда жалғыз отырдым. Күн батып бара жатты. Аспан қызғылт, ауыл іші тым-тырыс. Ерлан келіп сәл әрірек отырды. Екеуміз де ұзақ үндемедік. Сосын ол баяу ғана, «Сені бұрыннан түсінетінмін» деді. Мен жүрегімнің дүрсілін естігендей болдым. «Қашаннан?» деп сұрадым. Ол күлімсіреген жоқ, тек алысқа қарап отырып, «Сен жас кезіңде бәрін көзімнен білдіретінсің» деді. Менің тынысым тарылып кетті. «Сіз сездіңіз бе?» «Иә» деді ол. «Бірақ ол кезде сен бала едің. Мен ол шекараны ешқашан аттағым келген жоқ». Мен көзімді төмен салдым. «Ал қазір ше?» дедім байқамай. Ол осы жолы маған тік қарады. Сол көз қарас маған әлі күнге дейін ұмытылмайды. «Қазірде аттауға болмайды» деді. Міне, ең ауыр сөз осы болды. Өйткені кейде адамға «иә» дегеннен де «жоқ» дегеннің өзі қаттырақ әсер етеді. Әсіресе ол жоқтың артында шын сезім тұрса. Сол түні мен жыладым, ешкімге білдірмей. Жастыққа бетті көміп жыладым. Жылағаным Ерлан үшін емес. Жылағаным өзім үшін. Өмірімнің осы жасына келгенде жүрегімнің әлде біреуді күте алатынын, бір көз қарасқа еріп кете жаздағанымды, өзімді мықтымын деп жүріп, ішімде әлі де әлсіз, сүйілуге зәру әйел бар екенін түсінгенім үшін жыладым. Бірақ оқиға мұнымен бітпеді. Ауылда ештеңе жасырын қалмайды ғой. Көршілердің көзі қырағы. Әсіресе бос отырғандардың әңгімесі тез өрбиді. Бір күні дүкенге барып келсем, екі әйелдің мен жаққа қарап күбірлескенін байқадым. Қаладағы сіңлісі келгелі бері, Ерлан да тым жиі үйде жүретін болды деген сөздің шетін құлағым шалды. Сол сәтте бетім ду ете қалды. Мен бірден түсіндім. Біз ештеңе істемесек те, адамдардың ойы бізден озып кетуі мүмкін. Сол кеште мен шешім қабылдадым. Кешкі ас үстінде Гүлнар күліп отырып, «Айман, сенің келгенім жақсы болды, үйде жанданып қалды» деді. Мен әпкеме қарадым.
Ол менің бала күнімнен қорғап өскен адам. Маған ана орнына ана болған жан. Жас күнімде киімін беріп, қатты ауырсам түн ұйқысын 4 бөліп қараған адам. Ал қазір мен оның үйінде отырып, оның сеніміне көлеңке түсіретін сезіммен күресіп отырмын. Сол сәтте ішім бір нәрсені анық түсінді. Кейбір сезім шын болуы мүмкін, бірақ шын болғанның бәрі дұрыс бола бермейді. Түнде мен чемоданымды жинай бастадым. Гүлнар таңғалып, не болды? Әлі ерте емес пе деді. Мен күліп, қалада шаруаларым бар, кетейін деп шештім дедім. Ол ренжігендей болды. Тағы біраз болмадың ба? Мен басымды шайқадым. Жоқ әпке, осымен дұрыс сияқты. Ерлан сол кезде үндемей ғана тұрды, бірақ оның да бәрін түсінгенін сездім. Таңертең ерте жолға шығатын болдым. Ауыл әлі оянбаған. Аспан сұрғылт, ауада көктемгі салқын иіс бар. Чемоданымды сыртқа шығарып қойғанмын. Сол кезде Ерлан аулаға шықты. Екеуміз алғаш рет шын мәнінде жалғыз қалдық. Ол маған жақындап келді, бірақ арақашықтықты сақтады. Дұрыс істеп тұрсың деді, жай ғана. Мен күлуге тырыстым. Білемін, біраз үнсіздік болды. Сосын ол төмен дауыспен, кейде адамның жүрегі кеш оянады екен деді. Мен көзіме келген жасты әрең тоқтаттым. Иә, бірақ кейбір сезім өзімен бірге қалуы керек дедім. Ол басын изеді. Сол сәтте мен оның да іште күресіп жүргенін түсіндім. Біз бір-бірімізге ештеңе уәде еткен жоқпыз. Ештеңе сұрамадық, ештеңе бұзған жоқпыз. Бірақ дәл сол үшін бұл сезім одан сайын ауыр еді. Мен көлікке отырдым. Әпкем құшақтап шығарып салды. Ерлан сәл алыста ғана тұрды. Көлік қозғалғанда мен терезеден соңғы рет артқа қарадым. Сол үй, сол аула, сол адам. Мен бір нәрсені анық түсіндім. Мен жездеме қарсы тұра алмадым. Сезіміме де толық ие бола алмадым. Бірақ мен шекарадан аттамадым. Өйткені кейде ең үлкен махаббат жақындау емес, кетіп қалу болады. Қалаға оралған соң көп нәрсе өзгерді. Сырттай қарағанда ештеңе болмағандай. Бұрынғы жұмыс, бұрынғы үй, бұрынғы жалғыздық. Бірақ ішімде бір өзгеріс болды. Мен енді өзімді бәрі біткен әйел деп сезінбедім. Керісінше, мен жүрегімнің әлі тірі екенін білдім. Әлі де біреудің назарына дір ете алатынымды, әлі де бір сезіммен қорқатынымды, әлі де өзімді жоғалтып ала жаздайтынымды білдім. Бұл ұят емес екен. Бұл тірі екенінің белгісі. Бірақ ересек адамның айырмашылығы ол сезімді сезе тұра, оған еріп кетпеуді үйренеді. Кейде мен кешкілік терезе алдында отырып, ауылдағы жаңбырлы кешті есіме аламын. Ас үйдегі үнсіз шайды, оның көзім шаршаған деген сөзін, ауладағы салқын ауаны, айтылмаған сырларды. Сосын өзіме бір ғана сөз айтамын. Жақсы көргеннің бәрі сенікі болмауы мүмкін, бірақ кейбір құпиялар жүректе қалған кезде ғана әдемі. Мен ол құпияны ешкімге айтпадым. Әпкеме де, балаларыма да, ешбір жанға. Бүгін оны алғаш рет айтып отырмын. Өйткені 55 жаста да әйелдің жүрегі жаңылуы мүмкін. 55 жаста да тыйым салынған сезім оянады. 55 жаста да адам өзін қайта тани алады. Ал сен осындай жағдайда не істер едің? Сезіміңді таңдар ма едің? Әлде арынды ма?